Қайырлы күн, дамушыларым, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі тақырып өте маңызды тақырыппен мен эфирге шығып отырмын. Өйткені көп мұғалімдер осы пед идея сұрап директіге, WhatsApp-қа хабарласып жатады. Және осы пед идеяның өзін әдіс тәсілдермен шатастыратында мұғалімдер кездеседі. Бүгінгі эфирде мен сіздерге осы пед идея табудың бір жолыменен бөлісемін. Мен есімім Бақытгүл Нұржанқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Осы кезге дейін 12 мұғалімге пед идея жазудан жеке жетекшілік жасадым. Соның ішінде екеуі республикаға барып, Алматыға дейін республикалық кезеңге барып қатысып келді. Барлығы да 12-сі де өз деңгейінде жүлдегер атанды. Мен даусым естіліп тұр ма, құрметті оқырмандар? Мен презентациям тағы шықпайын деп тұр, е? Сіздерден кері байланыс күтемін, мен даусым естіліп тұр ма? Жалпы кім қай қаладан қосылып отыр? Жаңадан қосылып жатқан оқырмандар болса, парақшама жаңадан тіркелген оқырмандар болса, өздеріңізді таныстырып отыруға болады. Көкейіңізде қандай да бір сұрақтар болса, оны да қоя отырарсыздар. Барлығыңызға жауап беруге тырысамын. Енді өзім жайлы кішкене тоқталып кетейін, е? Жалпы 13 жылдық еңбек өтілім бар. Жаңа өттім, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі дедім. Мен де осы пед идеялар фестиваліне қатысып, 2016 жылы республикалық деңгейге дейін өтіп, республикадан 3-ші орын алған жайым бар. Әрине, ол 2016 жылы 600-ден астам мұғалім қатысты республиканың түкпір-түкпірінен. Және осы қазақ тілі мен әдебиеті секциясының өзіне 40-тан астам жұмыс бақ сынады. Соның ішінде мен 3-ші орынға ие болған едім. Жалпы пед идеямен 2014 жылдан бері таныспын. Және 2016 жылы өзімнің тәжірибемде қолданып жүрген жұмыстарымды пед идеяға ұсынып, сол республикалық кезеңге дейін өтіп, 3-ші орын алған едім. Сол пед идеяның негізінде әдістемелік құрал жаздым, авторлық бағдарлама жаздым, және бірнеше семинарлар осы пед идеяның негізінде өткізілген болатын. Ашық сабаққа да сіздер сол пед идеяның ұшқынын пайдалана аласыздар. Мен даусым естіліп тұр ма, Кәмшат әріптес? Мен презентация шығарғым келіп әуреленіп отырмын, бірақ сол презентация шықпай тұр. Қазіргі таңдағы пед идеяның маңызы өте зор, өздеріңіз білесіздер, е? Мұғалімнің кәсіби дамуына да, көп рахмет. Мұғалімнің жетістігіне де, мұғалімнің портфолиосына да өте салмақты рөл атқаратын бұл педагогикалық сайыс. Әрине көбі бұл пед идеяның жазылу жолын білмегендіктен, немесе идеясы болмағандықтан көбі сол дайын жұмысты алуға сұраныс көп, мысалы. Бірақ бұл жерде пед идеяны әр мұғалім өзі жазатын болса, бұнда мұғалімдер арасында кәсіби бәсекелестік, кәсіби даму жоғары деңгейде болар еді. Және көбі пед идея жазғысы келеді, бірақ идеяны қайдан алатынын, тақырыпты қайдан алатынын білмей, қиналып қалатын тұстары болады. Ол жасырын емес. Сондай мәселемен бірнеше мұғалімдерде маған хабарласқан болатын. Сол дайын жұмыс сұрайды, тығыз-таяң уақыт дейді, тақырыбым жоқ дейді, өзімнің идеям жоқ дейді. Мінекей сондай мәселелермен дайын жұмысты пайдаланғысы келетін мұғалімдердің қатары енді өте көп. Ал мен сіздерге бүгінгі эфирде осы
пед идеяға тақырып таңдау, пед идеяға идея таңдаудың бір жолы кітап оқу дер едім, кітап оқу дағдысы дер едім. Өйткені біздер сол менің өзім осы жеке пед идеяға менторлық жасаған кезде, жеке жетекшілік жасаған кезде пед идеяға 4 идеяны осы кітаптан оқыған ақпаратым негізінде алған едім. Сондықтан да сіздер де осы кітапты көбірек оқитын болсаңыздар, әсіресе мұғалімнің кәсіби дамуына арналған кітаптарды оқып талдайтын болсаңыздар, сол жердегі инсайттарды, сол жердегі идеяларды өздеріңізге түртіп алып, сәлеметсіз бе Мөлдір әріптес, қош келдіңіз. Мына Мөлдір әріптес республикаға барып қатысып келген біздің әріптесіміз, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Жаңағы сіз сол кітап мұғалімнің кәсіби дамуына арналған кітаптарды оқып, идеяларды талдайтын болсаңыз, басқа мұғалімдермен пікір алмасатын болсаңыз, ол жерде кәдімгідей сізде идея қоры жинақталады. Сондықтан да мен осы өзім сол кітаптан алған идеяларымның пайдасы тигендіктен, мен де осы мұғалімдерге арнап кітаптан идея алу, кітаптан алған идеясын пед идеяға айналдыру дағдысын дамыту мақсатында мұғалімдерге арналған, біздің елде әзірге ондай клуб жоқ деп мен толық айта аламын, мұғалімнің кәсіби және тұлғалық дамуына арналған кітап оқу клубын ашу идеясы келді. Содан мен сол өзім қалай идеяларды қалай аламын, қандай кітаптардан алған дұрыс, мұғалімнің кәсіби өсуіне қандай кітаптар пайдалы болмақ деген сұрақтармен көп ізденіп, осы ақпан айының бірінде Reading Time деген кітап оқу клубын аштым. Мінекей сол кітап оқу клубында кітаптардан, мұғалімдердің кәсіби дамуына арналған кітаптардан көптеген идеяларды алу жолдарын жаңағыдай серге бөліскен болатынмын. Енді бұл жерде тағы да бір ескеретін дүние, біздерде осы Reading Time кітап оқу клубы бұл менде авторлық клуб болып саналады, және ол жерде өзінің арнайы шарты бар. Біз бір айда 2 кітапты оқып талдаймыз, және біреуі мұғалімнің тұлғалық дамуына арналады, ал біреуі мұғалімнің кәсіби дамуына арналады. Мінекей мұғалімнің кәсіби дамуына арналатын кітапқа біз бірінші Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабын алдық, ал мұғалімнің тұлғалық дамуына Сара Харвидің Кайдзен деген кітабын алдық. Сара Харви деген өзі ағылшын жазушысы. Яғни Жапонияға барып өмір сүрген, жапондықтардың өмірін зерттеген, сол жердегі әдет дағдылардың барлығын зерттеп, жалпы адам өзінің жаңа нұсқасын қалай жасай алады, қандай оның тың жолдары бар, қандай идеялар бар, сол дүниелермен бөліскен. Мағжан атамыз педагогиканың үтір нүктесіне дейін осыдан 100 жыл бұрын жазып қалдырған еңбекті біздер талдау арқылы көптеген мұғалімдер өздерінің пікірлерін білдіріп, мен ортақтағы да қосымша идеялар тастап, содан көп мұғалім осы педагогика кітабын оқи отырып өздеріне тың идеялар алды. Біздер бір айда 2 кітап оқып үлгереміз, өйткені мен арнайы сол кітап оқуға арналған авторлық трекер жасадым. Бұл трекер деген мұғалімге, жалпы кез келген адамға кітап оқу дағдысын қалыптастырады. Яғни бір айда 2 кітап оқу мүмкіндігіңіз бар. Яғни біздің соған мүмкіндігіміз жетеді. Және өйткені мұғалімдер қауымы көп жағдайда қарбалас уақыт жоқ дейміз ғой, дегенде соған қарамастан кітап оқуға уақыт табуға болады. Және тағы да бір айтатын дүние, біздер сол кітапты оқып қана қоймай, одан мен әрмен қарата талдау жасаймын. Талдау жасап, мысалы, педагогика кітабының өзіне мен 2 сағат жарым уақыт арнап талдау жасап, аудио нұсқада осы клубқа салдым. Мұғалімдерге, жаңағы Reading Time клубына қатысушы мұғалімдерге идея тастау мақсатында, және өздеріне қандай да бір пайдалы дүние алып кетсін деген бағытта. Яғни сол педагогика кітабын оқи отырып, әркім өзінің түйген ойын ортаға салады, талқылайды. Ал мен де өз тарапынан қосымша идеяларды қосып, қандай педагогикалық идеялар алуға болады, бұл кітаптың құндылығы неде, соған талдау жасап,
осы клубқа салған болатынмын. Бана айтып өттім, мен 4 идеяны да осы кітаптан алдым деп, 4 түрлі кітаптан алдым. Алдағы уақытта оларға да арнайы уақыт бөліп біздер мен эфирлер өткіземін, видеолар түсіремін деген жоспарымда бар. Яғни мен кітаптың мұғалімдер тарапынан, мұғалімдерге, әсіресе мұғалімдер қауымына кітапты қалай тиімді оқуға болады, мінекей мен сол жолменен бөлісіп, және кітап оқудың тиімділігін қалай арттыруға болады, идеяларды қалай алуға болады, мінекей соны көп зерттедім, көп іздендім. Соның нәтижесінде осы Reading Time деген менің авторлық клубым дүниеге келді. Енді біздер осы бір айда 2 кітап оқимыз дедік қой, 15 күнде бір кітапты оқып аяқтаймыз, және сол аяқтаған кітап бойынша рефлексия жазып мұғалім, және мен арнайы тест ұйымдастырамын сол кітапты қорыту мақсатында. Мінекей сол бірінші педагогика кітабының жеңімпазы бізде ақтаулық Кәмшат әріптес. Егер де Кәмшат әріптес мені көріп отырған болсаңыз, эфирге қосылуға болады. Мен қазір сізді оқырмандармен таныстырамын, және сізге уәде еткендей әр кітапты оқып болғаннан кейін жеңімпаз оқырманға сыйлық табысталады деген едім. Сізге сол сыйлығымды табыстағым келеді. Егер сіз мені тыңдап отырған болсаңыз, маған запрос тастай қойыңыз. Қайырлы күн. Сәлеметсіз, Бақтыгүл әріптес. Қалайсыз? Жақсы, рахмет. Қош келдіңіз. Өзіңіз енді осы менің Reading Time клубымның қатысушысы ғой. Қатысушы ретінде өзіңіздің кітап оқуына қатысты ойыңызды бөлісіп, сол педагогика кітабына қатысты рефлексия айтып берсеңіз, бізге тамаша болушы еді. Рахмет. Қош келдіңіз тағы да. Қалыңыз қалай, Бақтыгүл әріптес? Рахмет. Бұл Reading Time клубына кірер кезде көп ойланғам. Шынымен де бұрын кітап оқысам да, талдау жасап, оны арнайы бағдарламаға енгізіп, немесе өзіме инсайтымды белгілемейтін. Бірақ бірде басталған кітап қызықсыз болса қалып қоятын, аяқсыз. Сол себептен дағды қалыптастыру үшін сіздің клубыңыз ашылады дегеннен тіркелдім бірден. Оған қуанып кәдімгідей. Нәтижесінде енді бірінші алғашқы талдаған кітабым осы зат болды, педагогика кітабы болды. Мағжан атамыздың өте керемет инсайттар алдым, өзіме белгіледім, сіздің талдауларыңызды тыңдадым. Нәтижесі өте керемет болды. Және де өзіміздің алаш клубымыз бар, соған арнап бұрыш ашамыз осы жылдың аяғына дейін дегенбіз. Соған да бірнеше инсайттар алып жасайтын көрнекіліктер дайындап жатырмыз қазіргі таңда. Бізге ол өте керемет болды бір жағынан. Алаштықтардың идеясын насихаттау, және сол алаштықтарға арнап бір өзіміздің кабинетімізде немесе мектебімізде бұрыш арнау деген идеяны айтқан мен сіздерге. Бұл идея бізге де керемет болды. Енді алдағы уақытта кабинеттер ашуымыз мүмкін, бірақ оған қаражатта мәселе болып тұрғандықтан біз қазіргі таңда сол бұрышпен айналысып жатырмыз. Себебі өзімізде алаш дейтін клубымыз бар. Әр жылға айға бөліп қоямыз, тапсырмалар береміз, балалармен жұмыстанамыз, өзіміз жұмыстанамыз, шығармашылық ізденістеріміз бар. Бұл үлкен таптырмас мүмкіндік болды. Bir жағынан кітап оқуға деген дағдыны қалыптастырдық. Мен қазір сіздің трекеріңізді шығарып алдым, соны белгілеп күнделікті оқыған санын бәрін жазып қойып отырамын. Bir жағынан мұғалім ретінде енді кітап оқу маңызды, bir жағынан плюс дағды қалыптастыру ол өте керемет екен. Себебі кітапты бастаған кезде қалып қоя бередік. Енді нәтиже болып жатыр қазіргі таңда. Педагогикалық жақтан даму үшін, кәсіби дамуға пайдалар аласыз. Өте тамаша. Кітабы да
жалпы тек мұғалім емес, сонымен қатар ата-анаға да үлкен рөлі бар екенін білуге болады. Себебі бала тәрбиелеп отырған кезде бұл кітапты міндетті түрде ата-ана да оқу қажет деп білемін. Себебі туылған бастап ер жеткенше дейінгі ата-ананың міндетті болып табылатын нәрселердің барлығы көрсетіледі, айтылып кеткен. Одан көп нәрсе тәжірибе алуға болады. Және де күнделікті сабақта қолданып жүрген мінез қалыптастырудағы, сөйлеу дағдыдағы өте керемет кітап. Бұл енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ой тастаған кезде қаншама идеялар келеді ортаға, өз пікірін. Сосын мына жерде жаңағы педагогика кітабының ішіндегі құндылықтар, барлығы өте қандай керемет. 100 жыл бұрын жазылып кетті, әлі де мысалы сол тақырып өзекті, былай айтқанда. Және рефлексияңыз да өте ерекше жазылған, және сіз тестке ең бірінші жауап бердіңіз кітап бойынша, және рефлексияңыз да өте әдемі шықты. Сол рефлексияңыздың бір үзіндісімен бөліссеңіз осы жерде. Сіздің осы тест болады деген күннен бастап мен басқа да кітаптар талдап жатырғанбыз. Мектебіміздің 40 жылдығына орай арнайы алғашқы директорымыздың өмір жолы дейтін кітабын талдап жатқанбыз. Сонымен қатар педагогиканы да бірге оқып жүрдім, талдау жасап жүрдім. Сол сіз тест шығарады деген күнде мен кітап талдап отыр едім, оқып, белгілеп, сосын тестті көрген бойдан бірден белгіледім. Сағат таңғы 3 болу керек, қателеспесем 4 па тіпті. Сол уақытта белгілеп шықтым. Ол өте керемет болды. Және соңғы жазған ойымда да негізі мұғалім болғасын, мұғалімде мінезде болу қажет деп ойлаймын. Сол маған үлкен рөл атқарды. Күнделікті дағды болса, дағдыдан да мінез тудыруға болатынын білдім. Сол маған әсер етті. Сол ойды алдым, алғашқы идеяларды алдым. Одан сіздің күнделікті талдау жіберіп отыруыңыздың өзі бізге керемет идея болды. Жаңағы кафе жайында айтуыңыз, бізде Ақтауда дейтін, Алашорда дейтін кафе ашылды. Соған идея айтқым келеді. Жаңағы менюге сол алаштықтардың өмірбаянын енгізіп, сол алаштықтар туралы викторина қойып, сонда біздер сол арқылы біз патриоттық сезім деген кезде қазіргі кезде қолға қару алып шабу емес қой, әркім өзінің еліне пайдалы бір дүниені жасау. Мысалы, біз мұғалім болсақ, мұғалімдік тарапымыздан өзіміздің үлесімізді қосу. Біздің алдымыздағы міндет бұл алдымызда тұрған ұрпақты тәрбиелеу. Және тағы осы жерде сізге бір идея айтқым келеді. Сіз сол педагогика жаңа айттық қой, тек қана мұғалімдерге емес, ата-аналарға да арналған деп. Сіз педагогика кітабыңызды ата-аналарға талдап айтып беріңіз. Ата-аналарды шақырыңыз сыныбыңыздағы және соларға айтып беріңіз. Педагогика кітабындағы ең маңызды дүниелерді. Және сол дүниені сіз осы менің талдауларымнан алған идеяларды айтыңыз, соны қосып, кәдімгідей бір шағын отырыс жасап, сол жердің өзінде де сіз жаңа кафедегі идеяны сол жердің өзінде де жасаңыз болады. Және ата-аналар сол сіздің сыныбыңыздағы ата-аналар сол кітапты оқып, 1 айдың ішінде ме, 2 айдың ішінде ме, барлығы. Сосын бір тағы да екінші кездесуде талқылау жасап, педагогика кітабын сол ата-аналарға үйретіп жіберсеңіз, сіз мысалы 20 адамды үйретсеңіз, сол 20 адам айналасында 20 адамға айтқан кезде 40 адам қайтады, 40 адам 80 адам. Сол кезде біздерде даму болады деп мен ойлаймын. Тамаша. Сіз сол алғашқы педагогика кітабын оқып, одан кейін ой қорытып, рефлексия жасап, тестке толықтай дұрыс жауап беріп, ең алғашқы жеңімпаз атандыңыз. Біздер енді ала берді деп айтайық. Әр айда 2 кітап оқу дағдысын қалыптастырамыз дедік қой. Мінекей біріншісі педагогика, екіншісі педагогика кітабы бойынша сіз жеңімпаз атандыңыз. Сізге мен 5000 теңгелік сертификат сыйлаймын. Мына жерде фото шықпай тұр. Неме бөліскім келіп еді. Жаңағы презентациялармен бөліскім келіп еді. Презентация шықпай тұр бұл жерде. Содан не болып тұр жаңағыдай. Сол бір сәл кемшілік болып тұр. Ол бізге енді кедергі болмайды деп мен ойлаймын. Қазір осы эфирден кейін сізге сертификатыңызды табыстаймын міндетті түрде. Құтты осылай бөліскен дүниені, бөліскен идеяларды құнсыздандырмай, өзіңіздің тәжірибеңізге енгізе алғаныңыз үшін сізге 1000 алғыс айтамын.
дамушы әріптестердің кітап оқып өзінің жаңа нұсқасын қалыптастырудағы талпынысыңыз сізге оңынан болсын, барлық өзіңіздің айналаңыздағы әріптестерге де жұғысты болсын. Сондықтан да біздің клубымыздан алыстамаңыз. Біздер енді әрине клубқа тіркелу бізде ақылы, иә. Айға абонемент бар бізде, 7 теңге. Алайда сіз сол 1 айға тікелей эфир көрсетілмейді. Бәсе мен көп болды эфирге шықпағаныма. Сон керемет етіп мен нелер жасап қойып едім, презентациялар жасап қойып едім. Содан жаңа Кәмшат әріптес сізге айтайын дегенім, жаңа мұғалім жазды да, әріптесім, сол кішкене ойым бөлініп кетті ғой. Жаңағы не 7,5 теңге төлеп қатыстыңыз ғой осы кітап оқу клубына. 1 айға бұл сізге ауыр жүк емес пе бұның салмағы? Кітап оқу клубының бағасы. Деп ойлайсыз ба? Жеңіске жетпеген жағдайда мұғалімдер өздеріне не алып кетуші еді? Негізі деген 7.000 теңге, 7.500 теңге бұл білмеймін. Қазіргі таңда ақшаның құнсызданған кезінде ештеңеге де жетпейтін ақша ғой. Бұның көп нәрсе алдық, идея алдық, дағды қалыптастырдық, әріптестермен таныстық, ортақ ой болды, идеяңызды тыңдадық, өте көп ақпарат алдық. Таратым сіздерге сол кітаптың, және трекер жасадым сіздерге арнап. Ол трекердің өзі маған үлкен әсер етті. Кәдімгідей дағды уақытылы оқуға, ешқандай уақытты немесе әлеуметтік желіде отырып өткіземіз ғой ол уақытты. Негізі 7.5 теңгемен ондай құндылық білім алу деген мүмкін емес сияқты. Қазіргі таңда мұғалім болғасын жан-жақты даму міндетті бол. Бұл уақытта сізбен тек осы клубта емес, PDD-да да жүздесеміз деп ойлаймын. Себебі бері сізден сол менторлықты сұрап жүрмін, көріп жүрсіз. Болашақта енді алдыңға ашылатын затыңызға жазылатын шығармын бұйырса. Бұл жерде мен мұғалімдерге пайдалы дүние, яғни бұл 7.5 теңгенің ішінде менде уақыт ресурсым, энергия ресурсым, және айтып отырмын ғой, кітабының өзін мен 2,5 сағат талдап аудио жіберіппін сіздерге. Мысалы 5 бөлікке бөлгенде де есептеп қарасам 2,5 сағат уақыт екен. Яғни сол 2,5 сағат уақыттың ішінде сіздерге идея айттым. Бұл кітаптан да қосымша жаңа басқа кітаптар, зерттеу еңбектерінен алған идеяларымды барлығын ортаға салып отырдым. Сондықтан да Кәмшат әріптес, жетістігіңіз тағы да құтты болсын. Осы кітаптан алған идеяларыңызды әрмен қарата өрбіте беріңіз. Өзіңіз дамып, айналаңызға да сол дамудың ұшқынын көрсетіп, оқушыларыңызға да пайдалы, ортаңызға да пайдалы, ата-аналарыңызға да пайдалы, әріптестеріңіздің арасында абыройыңыз арта берсін. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Сіз рахмет. Клубқа қосылғаныңызға көп рахмет. Сізге өмірлік азық болсын. Өте қуаныштымын. Сізге де шығармашылық табыс тілеймін. Осындай біз сияқты жас мамандарды дайындап, осы педагогикалық жолда ешқандай шаршамай, талмай, қанатыңыз талмай, ең бастысы білімді болып, әрі қарай ұрпақ тәрбиелеуде үлесіңізді қосып жүре беріңіз. Көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Сау болыңыз. Менің дамушы әріптестерім, егер де осы эфирді көріп отырған болсаңыздар, Reading Time авторлық клубыма қосыламын дейтін болсаңыздар, біздер енді осыған дейін бағасы 7.5 деп айтып өттім ғой, клубқа қосылу бағасы. Осы эфирді көріп отырған оқырмандарым қазір 6.000 теңгеге қосыла алады. Сондықтан да бүкіл талдағандарымның барлығы клубта сақталады. Мысалы, педагогика кітабын 2,5 сағат талдаған болсам, және электронды нұсқасы, трекер барлығы сол клубта тұрады, жоғалмайды. Орта жолдан қосылдым деп ол жерде ойламаңыз, өйткені оған дейінгі айтылған дүниелердің барлығы сол клубта сақтаулы тұрады. Кез келген уақытта қосылған кезде сізге доступ болады. Сондықтан да осы эфирді көріп отырған оқырмандарым болса, сіздер осы
6000 теңгелік жеңілдікпенен менің Reading Time клубыма қосыла аласыздар. Ол үшін сіздер сол менің парақшама дайректіме өтіп, егер де сіздің қатысуға деген ниетіңіз болса, жеңілдік деп жазсаңыздар болады. Яғни клубтың толықтай шартын мен сіздерге білсетін боламын. Уақыт бөліп біздің эфирге қосылғандарыңызға көп рахмет. Дамушылардың қатарынан болайық. Яғни өзіміздің жаңа нұсқамызды кітап оқу арқылы қалыптастыра білейік. Кітап оқу әдетін дағдысын қалыптастырайық. Өзіміздің жарқыраған, былай айтқанда кәсіби дамыған нұсқамызды әрмен қарата қалыптастыра берейік. Яғни пет идея іздеуден, пет идея жазудан жалықпаңыздар. Әрқашанда жеңімпаз болыңыздар. Көп рахмет, құрметті дамушыларым. Сау болыңыздар. Алда тағы да эфирлер өткізіп тұрамын. Егер қандай да бір ұсыныстар болса, осындай эфирлер қажет десеңіздер, кәсіби дамуға арналған эфирлер қажет десеңіздер, дайректімен жазуға болады. Мен ұсыныстарға әрқашанда ашықпын. Баршаңызға рахмет.